Қайырлы күн достар, бүгін менің каналымда осындай рогаликтердің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды және шымшым тұзымызды салып, осылай араластырып аламыз да, одан кейін үлкендеу қамыр илейтін ыдысымызға салып, сол жерде жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Енді оның үстінен сұйық майымызды құйып, одан әрі қарай араластыруымызды жалғастырамыз. Одан кейін оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да, жақсылап бірінші қасықтың көмегімен немесе лопаткамен араластырып алсаңыздар болады. Ең бастысы қолдарыңызбен араластырмау керек, күйіп қалатын болады. Яғни қатты ыстық суға қолымыз күйіп қалатын болғандықтан бірінші лопаткамен араластырып аламыз. Одан кейін сәл жылығаннан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап біркелкі етіп қамыр илейміз. Менде осы қамырымды теңде 3 бөлікке бөліп алдым. Осындай енді ол қамырларымызды 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Яғни иіні қанғанша тұруы керек. Одан кейін қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып, оның қалыңдығын, яғни талшынасын 1-2 мм деп те алсақ болады. Өте жұп-жұқа етіп жайып аламыз, видеода көрсетілгендей. Енді ол қамырларымызды теңдей 12 бөлікке бөліп шығамыз, яғни 12 рогалик шығатындай етіп бөліп шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей барлығын осылай бөліп шықтым. Енді оның үстінен, яғни оның ішінен начинкасын салатын боламыз. Менде бұл жерде вареная сгущенка, әр қамырдың өзінің көлеміне қарай осылай сгущенкаларды орналастырып, рогаликтерді осылай түйіп шықтым. Осындай рогаликтер жасап алдым да, яғни жақсылап шет-шеттерін жақсылап жабу керек. Яғни ол жалынды пеште піскен кезде жан-жағына ағып кетпеу үшін осылай қатты барлық жерін жауып шығамыз. Барлығын осылай түйіп алдым. Менде осындай рогаликтер шықты. Менде барлық қамырдан осындай рогаликтер шықты. Көріп тұрғандарыңыздай бір листке сыйып кетті барлығы. Енді көріп тұрғандарыңыздай міне осындай болады, яғни майлы қамыр болып тұрады. Енді оны қызып тұрған 180 градус пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне менде осындай рогаликтер дайын болды. Бұл қамыр ақ деп қорықпаңыздар. Іші піскен, өте керемет дәмді. Қажетіңізше қант ұнтағын сеуіп, осылай ұсынсаңыздар болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Ас болсын.